Біз намаз оқыған кезде оқимыз, бірақ та адамдар не істейміз? Пәленше намаз оқиды, бірақ іс-әрекет дұрыс емес. Пәленше намаз оқиды, өтірік айтады. Пәленше намаз оқиды, былай жасайды деп жаман әңгімелер айтады да. Бірақ намазына қарайтын болсақ, жамандықтан тыйып жатқан жоқ та. Бірақ Құранда келіп жатыр, ақиқатында намаз адамды арсыздықтан, жаман іс-әрекеттен не дейді? Тыяды дейді. Бірақ оны тоспай жатыр да. Неге деген сұрақ келетін болса, ғалымдар айтады да, өйткені намаз адамды жаман іс-әрекеттен, арсыздықтан тыю үшін дейді. Адам намаз оқыған кезде кімнің құзырында тұрғандығын сезіне білу керек дейді. Мына Құранда келеді ғой, «Қад афлахал муъминун». Ақиқатында момындар құтылды. Қандай момындар? «Аллазина хум фи салатихим хашиун». Сондай олар намазда тұрған уақытта Раббыларынан қорқып, Раббысының құзырында тұрған сезініп намаз оқитын Алланың қолдары деді. Осы нәрсе екен ғой. Намазды бізді жамандықтан тоқтататын, тыятын намаз бұл бізге байланысты екен ғой, намазға емес. Білеміз, намаздың сыртқы көрінісі бар. Іс-әрекет қимылдан тұрады. Бірақ рухы бар екен да, рухыны біз жүрегімізбен пайда қылады екенбіз да. Ол не? Раббымыздың құзырында тұрған сезініп оқу керек екен да. Міне сонда ғана ол намаз не? Бізді арсыздықтан, жамандықтан тияды екен да.